Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге красный бархат тортының рецептін ұсынатын боламын. Алдымен коржын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға қантты қосып, аздап көпіргенше миксермен шайқаймыз. Сұйық май қосамыз. Бөлме температурасындағы айранды қосып, тағы да бір келкі болғанша аздап миксерлейміз. Басқа ыдыста құрғақ ингредиенттерімізді, яғни ұнды, какао, қамыр қопсытқыш, шымшым тұз және де қызыл бояуды араластырып аламыз. Сұйық массаға құрғақ ингредиентті қосып, миксермен бір келкі қамыр болғанша шайқаймыз. Бізде осындай қоюлау қамыр шығады. Қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті 22 диаметрлі формаға құйып, 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 7-10 минуттан пісіріп аламыз. Коржымыз пісіп толықтай суығаннан кейін бетін осылай кесіп алып тастап, корждарымызды тегістеп аламыз. Бетін біз тортты сәндеуге қолданамыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға сахарный пудраны қосып, бір келкі болғанша миксермен шайқаймыз. Салқын сливкиді қосамыз. Тағы да қою крем болғанша миксерлейміз. Креміміз өзінің массасын жақсы ұстайтын, тығыз болып шығу керек. Креміміз дайын. Корждардың бетінен кесіп алған қалдықтарын блендермен осылай езіп дайындап қоямыз. Енді тортымызды жинаймыз. Тортты жинап болғаннан кейін кальцоны шешіп, қалған креммен осылай тортымыздың сыртын қаптап шығамыз. Блендермен езіп дайындап қойған корждардың қалдығын осылай торттың сыртына жабыстырып шығамыз. Тортты қалауымызша сәндейміз. Осымен біздің тортымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды тәтті тортпен қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Маржан. Ас болсын.